Балықты ежелден адам ағзасын тазалайтын, сүйек пен тісті қатайтатын, түрлі дәрумен беретін тағам ретінде пайдаланып келеміз. Әсіресе оның тез қорытылатыны мен диета кезінде таптырмайтын тағам болғандығы үшін де жоғары бағалаймыз. Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода балықтың біз білмейтін пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Видеоға лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Менің каналымда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз. Балық еті құрамында өте көп дәрумен мен микроэлементтер кездесетіні себепті оның биологиялық бағасы ірі қара мал мен қой етінен жоғары. Мысалы, балық етінің 100 граммында адам денсаулығы үшін өте қажет болған 1 күндік 0,2 миллиграмм йод бар. Оның құрамында ақуыз, түрлі дәрумендер, минералдар, темір, йод, магний, фосфор бар. Және балық етін жеген адам семіріп кетпейді. Бұған қоса балық еті құрамында адамға аса қажет омега-3 май қышқылдары бар. Бұдан өзге балық жүрек ауруларының алдын алады, көру қабілетіңізді арттырады, ұйқыны реттейді, буын ауруларын алдын алады, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне себепкер, холестеринді реттейді, зат алмасуын жылдамдатады, қан қысымын түсіреді, бауыр және жүйке жүйесін жақсартады. Балықтан жасалған тағам түрлерін балаларыңызға аптасына 2 рет дайындап берсеңіз, оларды шаш түсуі, мешел ауруы, тырысқақ, тіс ауруларынан қорғайсыз. Әдетте біз балықты қуырып жегенді жақсы көреміз, бірақ мамандардың пікірінше балықты қуырып жегеннен гөрі оны түрлі дәмдеуіштер қосып, сорпа немесе ыстық пеште булап пісірген дұрыс екен. Балықты сатып алып жатқан кезде оның сырт көрінісіне мән беріңіз. Оны таңдаған кезде саусағыңызбен басып көріңіз. Егер саусағыңыз тиген жер тез арада өз қалпына қайтып келсе, онда бұл балық жаңа ауланған. Және иісіне де мән беріңіз. Өткір иісті, еті сары немесе жасыл болса, мұндай балыққа жоламаңыз. Жалпы балықты тоңазытқышта 3 күн, мұздатқышта бірнеше ай сақтауға болады. Аллергиялық аурулары бар адамдар, қанында кальций көп, өкпе аурулары мен бүйрек аурулары бар адамдарға балықты жиі жеу қажет емес. Көптеген адамдар балықтың басын жеуге құштар, ал кейбірі балық басын жемеген дұрыс деп есептейді. Балық басында да оның денесіндегідей пайдалы дәрумендер өте көп, бірақ балық басын жеуден бұрын мынаны есте сақтаңыз. Балықпен бірге адамға жұғатын құрттардың көбі балық басына жиналады. Сондықтан оны қуырудан бұрын тұзды суды әбден жібітіп, 1 сағат суда қайнатып, сосын барып қуырғаныңыз абзал. Сонымен бірге есте сақтайтын бір жайт, консервіленген және тұздалған балық адам ағзасына аса пайдалы дәрумендерді бере алмайды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.